Tırşılıkta tausılamaz şummustar ay. Şummustar men bolamız ırıska bay. Beydirikli tamarım derin şapkan. Bir butakmız barımız boğustar ay. Kıyalım kıyamday son. Boğustu kıyalmay son. Hoştası vatan arday. Öz jasta kıyalmay son. Kешеге дейін Алтайдың өркеудесін жайлау, ойпаландағы екі өзен менен қобысын қыстау өткен. Талай тамаша байсал шақтары шалқып өссе де, ашқан арыстандай азулы топтардың кергілігіне түскен күн қақты құлақ секілді ата мекені, жер намысы, ел намысы үшін жанын жүпелікті дейіп, туған топырағын басына жастап, бауырына төсек тұтқан Алақ Керей елінен 12 ұлы тарағандығы бәрімізге аян. Осы ордалы ұлылардың бірі өңкөй, өңі суық атқанылер, дойыр, қимыл иелері ғана емес, өз тұсында көсегелі көсемі мен себет тілді шешенің қатар туған, жауына құйрық, жанын оңай ұстатпаған, атасы менен ағаларынан талай алыптар шыққан, бүгінде айдарынан жер ескен есіл ерлері ел билеген мол қауым молқыр өтені бәрімізге аян. Ендеше бүгін біз яғни құтпан жылының майшек мамыр айының 4 жаңасында туған жер тарихы менен ел тарихы жөнінде тамырын тереңге жіберіп, зерттеу жүргізіп, құнды деректер байқап, бабалардың аруағы қуаныштан бір емес, бірнеше аунайтын көптеген ғылыми әдеби шығармалар жазып, аталар мен ағалардың алғысын алып келе жатқан азаматымыз Баяхмет Жұмабайұлының еселі еңбегі мен Алашқа сый болып тартылған Алақ Керей елінің молқыр шежіресінің сәтті түрде басылым көргендігінің 1 жылдығын ағайынмен бірге атап өту үшін осы дастарханда дәмге жиналып отырмыз. Осы орайда ең әуелі молқыр шежіресінің құрастырылымына тіке бас болып қолдаушылық және жетекшілік істеп, ақыл көрсеткен Ғазиз Ақтұлы, Шәріп Нағиымұлы қатарлы аталарымызға, Дағыстан Татайұлы, Шәпиқ Зейнелұлы, мендегі кешіріңіздер енді біздің қайнатамның атын атап қойдым, ештеңе етпестеп отырмын енді. Мәшәріп Күтәнұлы қатарлы ағаларымыз, сондай-ақ аты аталмаған, мәселен, алыста мына қызмет бабыменен ішкері кеткен екен Мәтінбек деген ағамыз бар. Ағаларымызға сондай-ақ шежірен шығаруға маңдай терін төккен, қымбатты уақытын сарып еткен жазушы Баяхмет Жұмабайұлына ерекше алғысымызды және рахметімізді айтамыз. Демдеріңіз сау, жастарыңыз ұзақ болсын. Енді күн тәртіпке көшеміз. Төменде осы атап өту күніне арналған шай қонағасының тәртібі бойынша шежірені шығару жұмысының әр жағынан жетекшілік жасаған. Алашқа аты шыққан жондылардың бірі Олқа өлетінің көк тасын қолын ұстаған. Жота қажының 14 отауының бір шаңырағының иесі, жеті атасын білмеген жетімдіктің белгісі дейтін аталы сөзді ұрпақтар ортасында ұран етіп ұстаған ағамыз Дағыстан Татайым дастарханның жайылу мен шежіренің шығу жайлы таныстыру сөзін сөйлеп беруге шақырамыз. Құрметті қонағымыз Баяхмет Жолдас және оның зайыбы Алматан. Құрметті қонақ иелері Қазіз Ақсақан, Шәріп Ақсақан, Шапи Ақсақан және осы отырған жолдастар. Бүгін біз Алақ Керейдің молқыр шежіресінің бірінші кітабы шыққандығының 1 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Осы орайда мен шежірені зерттеп құрап жазып, жарық көрсеткен Баяхмет Жұмабайұлының еселі еңбегіне айрықша алғыс айтамын. Алдағы сапарына сәт тілеймін. Сондай-ақ шежіренің шығуына еселі үлес қосқан барлық жолдастарға өскелең құрмет білдіремін. Молқыр шежіресін Баяхмет Жолдас 3 жылға жуық уақытпен зерттеп жинап, құрап жазып шығып, 1500 тиражымен таратты. Шежіредегі анықталған деректерге қарағанда молқыр 4 атадан құралған болып, шежіреде жазылған 3 атаның түтін саны 7000-нан асады.
Марқайған ата 19 ұрпаққа, онан кейінгісі 16 ұрпаққа жеткен. Қоныстардың жағдайынан алсақ, ел ішінде бір облыс, 2 аймақ, 4 ауданға, халықарада 4 мемлекетке бытырай қоныстанған болып, бұл тек Машан, Қайып, Қошақ аталарын негіз етеді. Шежіренің басты ерекшеліктері: бірінші, мақсаты, идеясы айқын. Шежірені құрап, жарық көрсету арқылы ұрудан құрам тапқан қазақ ұлтын басқа ұлттарға түсіндіру, ұрпақтарға ата тегін анық ұғындыру, жеті атасын білмеген жетімдіктің белгісі екендігін білгізу, халықтың тарихын, мәдениетін ғылыми түрде байындап, партия басшылығында жарасымды қоғам құру, адамды арқау етуге табанды болу, ұлттың сапасын, парасатын, қан тазалығын сақтауды негіз ету болып табылады. Екінші, осы рулық шежіренің жазылуы әсте ұрушылдық емес. Қайта халықтың өз тарихын өзіне таныту, әрі жалғасты жинап зерттеп, кәдеге жаратып, жұмқа ұлттың тарихы мен мәдениетіне еселі үлес қосу болып табылады. Үшінші, шежіреде мол құруының қалыптасу, даму, қимыл барысы тарихи түрде жазылып, ондағы әйгілі адамдар, келелі уақиғалар деректі түрде көрсетілуімен бірге, бүгінгі ортадағы нақтылы істер, типтік адамдар шындықты шығартуын етіп жазылған. Төртінші, шежіренің тарихи, реални деректер айқын. Тілі оңықты, таныстыру қысқа, жинақтауы типтерді түйретуі көрнекті болған. Бесінші, шежірен жазуды басқа шежіре кітаптардың тәжірибелерін қорытындылап, сабақ алу негізінде жаңа тың мазмұндар қолданылған. Атап айтқанда, аталарға өмір тұрғызу, қыз балаларды қосу сияқтылар. Халық, қазы, тарих аяқ. Молдық шежіресінің сәтті шығарылуы мол құру үшін ғана емес, қайта Көктоғай ел үшін, бүкіл қазақ үшін бір мақтаныш. Ал елім, ертеңім деп осы жапалы жұмысты инемен құлып қазғандай мұқият істеп, азабы мен мазағына бірдей шыдап халықтың кәресіне жаратқан қаранарымыз, қайратты қаламгеріміз Баяхмет Жұмабайұлының өшпес үлесі деп ойлаймын. Алтын күнде жатса да алтын, күнде жатса да алтын. Осы орайда мен Жемірейде туылып, Өр-Алтайда өркениет өмірін араласып, қаламын ұштап, қажырын шыңдап, Алтайдың күнбетінен автономиялы районымыздың тіпті мемлекеттік әрекет саласына аты танымал егейіміз Баяхмет Жұмабайұлының өзін зерттеп көрген, жұрт жабал алқа келе жатқан еңбектерін тілге тиек етіп дәріптеуді жөн көрді. Бәкен қаламды хабар жазудан бастап, таныстыру, ошерік, әңгіме, өлең, терме, повесть, романнан тартып, халықтың этнографиясы, археологиясы сынды ғылымдардың бәрін зерттеп қанып, талай томдық еңбек жазған саяси сарайы даңғыл, көкірегі ояу, қаламы қуатты жазушы, әрі тарихшы, зерттеуші деп қараймын. Бәкен Өр-Алтайда қозы көрпіш баян сұлу өткен деген анықтаманы Шинжаң бетінде тұңғыш рет ортаға қойса, ал далада ғылым атты көлемді еңбегін жариялап, қазақ халқының ұзақ тарихы мен бай мәдениетіне үңіліп, адамзат тарихына үлес қосқан. Шинжаңға қазақ зерттегендері сирек сөз еткен тың тақырыпты, даралығы өзгешелігімен алғаш жариялаған зерттеуші. Бәкен 1978 жылы дүкендегі жас деген әңгімесімен әдебиетке араласқан екен. Содан бері 60-тан астам әңгіме, 5 повесть, 40-тан астам ғылыми және сын мақала, 2 роман жариялады. Әрі халқымыздың ұзақ тарихқа асыл қазынасы ауыз әдебиетіне келтіру, Көктоғай ауданының 4 кітабын шығаруда көрнекті нәтижесі болғандықтан автономия район бойынша марапатталды. 480-ден астам аңыз ертегі, 470-ден астам өлең жыр, 18 қисса дастан, 2000-нан астам мақал мәтел жинақ баспаласа, халық баспасынан күй аңыздары жинағын шығарды. Жуықта тағы ақта сақты романын жариялады. Сайып келгенде Бәкен ұлт тарихының мәдениетінің көзін аршып қайнар бұлағын қазушылардың бірі. Ардақты азаматымызға тың тебін, мықты денсаулық тілеймін. Ал алдағы жерде Молдық шежіресінің толықтандырылған 2-ші басылымы шығарылмақшы. Түрлі дайындықтары Бәкеннің ізделуінде істеліп болды. 1-ші кітапты шығару барысында қоныстанудың бытыранты болуы, танымның толық болмауы, қаржының тапшылығы қатарлы қиыншылықтар кезікті.
Бұл істерді тәжірибе сабақ ете отырып, тарихқа, ұлтқа, мәдениетке жауапты болу тұрғысында екінші басылымның шығуына еселі үлес қосуларыңызды сұраймын. Дендеріңізге саулық, істеріңізге ілгері болсын айтамын. Тіршіліктегі қиқуы мол адам өмірінің сәлиқалы сәттерінде, тар жол кешулерінде бастан өткізді. Мол келінің алашқа аты қараған мәдениет ошағы атанған қара шаңырағында дін мен саясат қатар келді. Ортамыздағы торқалы тоймен топырақ төлінде орны өкейшісі болмайтын. Ғасырмен құрдас көренің көзі өткенмен сырлас тарихтың өзі болған. Құран кәрімді қазақ тілінде сөйлеткен қажатамыз Қазез Ақтұлына Абақ Керейдің Молқыр ұлы шежіресінің 2 томдық кітабын шығарманы зерттеп жазып баспалаған жазушы Баяхмет Мағауиннің өз қолымен табыс етуіне рұқсат етіңіздер. Әрі қажатамызды осы қимылға арнап лебіз білдіруге рахмет. Қанекей енді сөз кезегі. Қайратамызға береміз. Лебіз білдіріп бересіз. Ең үлкен менің бауырларым шар. Одан басқаларым бәрі менің балаларым. Ең үлкен менің осында тұрған шәріп менің бауырым. 4 жас кіші. Одан басқаларым бәрі менің балаларым. Інімсің менің қысқасына. Осылай айтты. Сонда мына Баяхметтің еңбегі туралы жаңа дарыстан тоқтап кетті. Жақсы айтты. Мен де соған қосыламын. Мен де бірер ауыз лебіз білдірейін. Баяхмет Жемінейде кіндік қан төгіліп, осы Көктоғайда маңдай тері төгіліп өтпесін. Біз бұны айтсын. Ал енді жалпы өзінің тарихына тоқталғанда Шинжаң педагогика институтының әдебиетқа күтетін тауысқан. Мәлімет осынша. Сонда 1978 жылдан бастап әдебиетке қадам тастап, ең алдымен ауыз әдебиет, этнография, археология жақтарынан көзге түсе бастаған. Кейін келе проза жанрының еңбектен бір қанша әңгімелер жәрі төрт көз жазған. Мына дастанда айтты, тілшітке мемеді қосып жазып кетейін. Сонымен бірге ғылыми жақтан еңбектеніп бірнеше ғылыми мақалалар жарияланумен, әсіресе Дала тағылымы атты зерттеу кітабы батыс терістік 15 өлкім, 15 өлкө бойынша бағаланған екінші сыйлыққа ие болды. Мұнан басқа кейін келе Повост роман жаққа беттеген. Жартас суреттерменен халықтық этнографиялық зерттеулерді жақсы бағи болып берген. Зәруге дару атты роман менен 2000 Зәруге дару атты роман 2000 жыл баспадан шықса, қазіргі роман Ақтаты роман 2005 жыл басылып отыр. Біз қазір өзіміз дүзгөлсіп отырмыз. Бұл роман осында келді, біз бір кітап алып оқып. Бұл бірінші айтарым менің. Екінші, осы аудан үйінен алғанда Баяхметтің еңбек және бөлімі. Өткендегі ауданның 4 топтамасы саяси кеңестің тарихи мәтелелерін басты көз оқыдағының қанша рет жол жүріп шығарған жаңкештіңдегі осы отырғандардың дәл көпшіліктің есінде. Міне бүгін біздің алдымызға Абақ Керей шежіресінің құрамдас бөлігі болған аталық Молқыр шежіресі кітабымен Ақтаты романы қатар жазылып отыр. Бұлардың көркемдікпенен идеал көресіне жалпы әдебиет тоқтар жатыр. Оның сыртында осылар үшін қаншалық жол жүріп еңбектеніп тертек десеңші. Бүгінгі біздің шағын отырысымыз осы Баяхмет сынды жас қаламгеріміздің, жас жазушының осыншалық сіңірген еңбегін тек Молқыр атынан еске алып қана емес. Сол Молқыр ұрпақтары атынан еске алсақ, оның сыртында барлық көпшілік атынан айтатын бір ауыз алғыс сөзімізбенен бір қол жайып беретін батамыз ғана. Одан басқа бүгін біздің көп көрсеткен еңбегіміз жоқ, бірақ бұның көрсеткен ықыласымыздың арасы айтқанда. Сондықтан Баяхмет бауырға тарапта мен жақсыңыз өмірің көңілді болсын, иманың беріп еңбегің өнімді болсын балам демекшімін.
иман берік деген сөзді ұғыңдар, бұл енді өлген адамға айтатын сөз демеңдер, иман. Ол тірі адамға айтатын сөз. Сонда мына иман сенім, имана, иман. Мені иман туралы жазған бір. Иман сенім, имана, иман намыс. Иманнан бәрізгілі қалмас қарыс. Иман менің жүретін күрес жолым, осы жолдан аяқ баспы салыс деген, сонда түсініп берген мен. Сонда сенім ар намысының іші, ар иман қамтып жетті. Менің сөзім осымен аяқтар түсінеді. Жарым ғасырдың алдында, яғни 1958 жылдан бастап, Атамекен Көкталайдың аудан болып құрылу қарсаңында қоғамдық қызметке қатынасып, Оттың бешін қонысымыз Қойыртыс қалашығының тарысын түйегі тақиясын кигізген. Бір рудың ғана емес, бір рудың ғана тарих емес, мұқым бір ұлттың тарихына қолтаңбасын түсірген, өз тіліне де, өзге тілге де кетті. Қаламы қарулы, жерлеріміздің құнды материалмен қамдаған Шәмбек Зейнелұлы ағамыз осы дастарханның дәнекері, сыйлы қонағы болып отырған жазушы Баяхметұлына Молдқа өлет атынан салт бойынша арнау шапан жабады. Ана қарсы алып қойыңыздар. Деген сайын даладағы сан тарихты маңдайының қатпарына жиған. Балалық шағынан тартып қазірге дейін Молдқа елінің қыры мен сырын саусақпен санаған. Басын қарау шалған Ақбас Алтайдай маңғаз елім жерім деп маңдай елім деп қойды. Көпірегінен көп ақылдың осын кеткен, шежіренің шығуына ақылшылық кеңес берген атамыз Шәріп ақсақалды Молдқа атынан Баяхмет Жұмабайұлына ата жолы бойынша ат мінгізуге шақырамыз. Азырақ енді жортқанда жолыңыз болсын, аяғыңыз үзеңгіден түспесін. Ал рахмет. Шәріп атамызға береміз, енді еміз білдіріп көрсін тақсаққа арнап қарай. Енді бүгін біз Мына Баяхмет жолдас Молқының енді қазіргі 4 молқы 4 молқымен біреуі жоқ 3 молқы негізінен жазған соның шежіресін жинап қазір енді осына көпшілікпен бірге болған орамал том болмайды жол болады деген негізінде бәкеңе сол бір шай беріп рәсмет өтеп отырмыз. Енді бұл барыста бұл шежіре жию енді оңайлықпен жиылған жоқ. Бәкеңнің бұған сіңірген еңбегі өте көп, мехнаттарды көп. Мысалы Сонжы, Баркөл, мұның станция жердегі патран болған едерін бәрін бұл кісі өзі барып аралап сондаған едер жинады. Енді бір бөлім бұл жердегі едерді өзі өсірді. Мен де бұған бір бөлім сол үлес қосып Мақсанның енді 4 парасы негізі жағынан несін мен де бір бөлім жоқалға қосып істедім. Енді бұл 2 кітап қып шығу жөнінде бұны енді мен бір айта кетерім. Алдыңғы кітап негізінен шыққан кейінгі бір кітап шығу барысында соның бір бөлім алдыңдағы артып кеткен жерлер болса соны қайтарам бәкең сол артық жерден алып тастағанда кем жері өз халықтар қазір кетуін тапсырып қоймақшы. Енді сонда басқа көп айтарым жоқ, жоғарыда Дағыстан біздер қазасамыз осы кісілер бәкең негізі жағында басың мен еңбегі оның несін бәрін айтты, оған көп тоқталмайды, бұдан кейін менің де айтарым, бәкеңе көп рахмет айтарым. Тоқта тек бір ұлттың ғана емес, бүтін Жоңға ұлттары мәдениетіне, қазақ мәдениетіне елеулі есе қосқан. Қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы ірі тұлғалардың бірі. Еліміз қазақтарындағы шығармалары ең алғаш рет тұңғыш басылым көрген ақын Ақыт атамыз жайлы Баяхмет Жұмабайұлы жазған Ақыт ата атты роман баспадан шықты. Осы орайда атамыз Ғазиз Ақытұлы шешемізбен бірлікте Баяхмет Жұмабайұлына арнайы шапан жабады. Осы рәсім өткізді.
Жастар қызылша жастар жан талқы Моңғолдың ламаларына қызыл шапан кигізіп жүрші. Оны жасқасы. Бұл енді соғысының еңбегін қолдау. Молдықыруының бір бұтағын жалғаушы Бақыт Шәріпұлы отыр. Бақыт екеуміз осы шежіренің шығуы барысында өзімізге жүктелген өтеуі тиісті борыштарымызды шамамыздың келгенше азаматтық тұрғыдан өтедік. Енді қазір осы ортаға шығып, басқа да рәсмиет өтемейміз. Бұны ағалар түсініп қою үміт етеміз. Енді осы қатарда біздің ішімізде Чаған деген азамат жүр. Енді осы кітаптың келген шығуында бұл жігіттің де өзіне тиісті еселі еңбегі бар. Бұны да ауызға кетеміз. Жаңа айтып өттік, мына кім Мәтінбек, Мәшәр жаңа аталып жатыр. Енді осы кісілердің көптеген еңбектері бар. Келе алмай қалды, сол сыртқа шығып кетті. Бұл кісілерге енді осы отырған қауым атынан әлі өзім атынан рахметімізді айтамыз. Өлімшілік өнерменен ел жұртқа мәлім, қуыс туған, дос жаранды келекеден көрі, берекені көп шақырған, мінезі манауырап атқан таңға бейін, демалысқа шыққан менен кәсібі заңға бейін, ортамызда өзіне тән орны бар. Ағамыз Қабден Жанымханұлы арнаулы бір өлең оқып беруге шақырамыз. Бас қосудың келіпті сәті бүгін, қазақ көкке көтерген ақын ұлын, қайдағы бір алаштың атылғанша ауылдастың тайырсын жақынының. Атып міне тұрмай ма құлатаңың, ақкөңіл мен ашықты ұнатамын. Аман болсын отбасы баршаңыздың, ұрпағымызды бәріміз бір атаның. Ақтабан шуғынды соғысы жоқ, бәрінен де ең қымбат ұлатаның. Саяси дейді осы қойғы қосқымызды дүниенің қызық қой тілін білген, тілмен жақты иләйін сүріндірмен. Баяхмет бауырға рахмет, өлгендерін молқының тірілдірген. Орамал том болмайды, жол болады, артық емес, ат берсең бірін-бірден. Осы сізді қадырша қабыл алсаң, тағы бір сәйкелерін жүрімдіден. Аптасында ақпармен айды жүріп, романдар күтеміз жүрім бірден. Ағалардың бұйыр қойы қасқалары, сұңғыласы екетпей атқарады. Рухай менен Мәтінбек бақыттарда шығашатты көрінбей нақ барады. Ұру емес ұлт үшін бұйым келдік, қуаттаған осы бір бастаманы. Бір семья, бір отын барлығынан берекеден әуелі басталады. Ұрпақтарға тілейін жалындылық, жақсылармен бас қосым салымдылық, аруақтарда аунатқан баяқымен қалымыға кейіміз қарымдылық. Біздің жылы бейден қашаған, жауын өкеме оғататын тазадан, берекеде бірге боп, кездесейік келерсіздер басамын. Бас келгенде шаң жауып қайтып тұрдырам бар. Bana böyle bıçak var mı gene? Var, akıllı bıçak mı böyle? Al endi. Sizde var mı? İlahi yaratkan. Bilmeseniz yetesizlik falan. Tarihimi bilsem neşe tapıyorum sonunda taladım. Ruh tanım benimki ұлтшылдық болмайды. Танымаған руын ұлтын қайып қорғайды. Ұлт құралар рудан ұлт қозғайды. Ұлт жандылық пен рушылдық екі басқа екеу. Ұлт жаны болмаған жігіттің кетер. Ұлтшы болған шырағым руыңды танып жүр өшкіме тұл шырағым. Ұлт жандылық белгісі ұлтқа ойлайды. Заман менен жарысып, өнер менен алысып, шыңға шықпай қоймайды. Мына бір молқы тарихы қолындағы бүлгіті, бірлік пен тілік белгісі ешқашан емес сыргіті. Берекенің ұйытқысы ата-тәлік білгіті. Анадан дамырадан жол жүріп көптен сұраған, шала жерін қайталап, ерінбей жамап құраған, Баяхмет балаға разы шығарып, сол молқыны құраған,
Raj шығар тағда ақтықта елі құлама. Алалықты жоғалтып, аралықты жарастыр. Аразықты жоғалтып, ынтымаққа жарастыр. Ғылмилықты жұқтырдан адамдықты адастыр. Адамдықты жұқтырды залымдықтың қарастыр. Бейнет жоқ құмыр бер, айнасы көп білім бер. Кең ризық несие бер, құмыр жалға ұрпақ бер, ұрпақтарын ұрлықпен араттан, жалғаулықпен салаттан. Аман есен қылып туа жолға түсіру бер. Бәле қазадан аман қылып аман есен өсіру бер. Ақ ниетпен ниеттенген, иман менен жүректенген, ғылым менен көректенген, я иля yüzbügüysün осылай бүктөлөктөрдө. Ұрпақ үшін көп аталар, еқлас төккен жүректерден, сол атаның бірменмен тілегіңді тілеп келген. Қуаныштар құтты болсын, дарынды жастар құтты болсын, ғылымынер теңден өркениетке құтты болсын. Амин. Сен абылайсың. Үйде қалған қалың екен. Ағын жақпет болады. Енді келесетінде. Басты шәк басты. Şimdi Türk balasını oğlanlar bir atası okula diyorsa sen bir atası bana diyorsun. Kızım ne kızım? Naşa günge de Keskin mi? Belki yaptı değil. Mal çöldürür solarına kız. Telefonda ona fukaya yakınızda. Görüme tatlıdan ekin asla. Bunu kelenmez pekindir. Hatta sana macunu da var. Oğlum biraz doğru. Öyle okuyacağım gibi. kulağına Ben de gençliğimde bombayla olsun. Margo olanları koyasın. Olsun biz mi olduk? Olsun kız o değil aslında istiyor. Olaylarla çevre başlamandan sonra kurak jina hareketleri vaktiyesin seninle adamın var jina. Kız aytalar karar kanlı kısa gibi. Bu kadar neler biliyorsun.